Сәлем достар, сіздермен бірге әдеттегідей доллар кезет арнасы. Бүгін мен сіздерге қарыздан құтылудың жолдарын айтатын боламын. Бүгінгі таңда қарыз алу көптеген адам үшін қаржылық қажеттіліктерін шешудің тиімді жолы. Несиеге пәтер немесе көлік алу, бизнес ашу немесе шұғыл қажеттіліктер үшін алу қалыпты жағдайға айналады. Алайда қарыз алудың оңайлығы оның дұрыс пайдаланылмауы мүмкін екенін ескертеді. Егер қарызды тиімді басқара алмасақ, ол ұзақ мерзімдік қаржылық қиындықтарға алып келуі мүмкін. Бұл бейнеде қарызды дұрыс пайдалану және қарыздан құтылу жолдары туралы айтып өтемін. Біріншіден, қарыз алмас бұрын мақсатты нақты анықтаңыз. Қарызды алмас бұрын оның мақсатын анықтап алыңыз. Егер ақша шұғыл қажеттіліктерге қажет болса, қарыз алудың тиімділігі артады. Бірақ басқа бір қажетсіз затқа жұмсайтын болсаңыз, қарыздың ауыртпалығы пайдасынан артық болуы мүмкін. Сондықтан қарызды тек маңызды әрі нақты мақсаттар үшін алған жөн. Екіншіден, қарыз мөлшерін және төлем қабілетіңізді дұрыс есептеңіз. Қарыз алуға шешім қабылдасаңыз, оны төлеу мүмкіндігіңізді нақты есептеңіз. Ай сайынғы төлемдердің сіздің кірісіңізден аспайтынына көз жеткізіңіз. Қарыздың мөлшері сіздің жалпы кірісіңізге сай келуі керек. Қарызды өтей алмайтын жағдай туындаса, қаржылық қысымға түсіп, жаңа қарыз алуға мәжбүр боласыз. Бұл қарыз циклін тудырып, қарыздың құтылуды одан әрі қиындатады. Үшіншіден, пайыз мөлшерлемесіне назар аударыңыз. Қарызды төлеу кезінде ең маңызды факторлардың бірі пайыз мөлшерлемесі. Пайызы төмен несиелерді таңдау ұзақ мерзімді қаржылық жүктемеңізді азайтады. Кейбір қарыздарда пайыздық мөлшерлемелер жоғары болып келеді. Сондықтан мұндай қарыздарды алған кезде бірінші банктің немесе қаржы ұйымдарының ұсыныстарын салыстыру қажет. Төртіншіден, несиені жоспарға сай төлеңіз. Қарызды өтеу кезінде төлемдер кестесін қатаң ұстану маңызды. Ай сайынғы төлемдерді уақытылы төлемесеңіз, қосымша айыппұлдар мен өтемпұлдар жинақталуы мүмкін. Бұл сіздің жалпы қарызыңыздың мөлшерін көбейтіп, қаржылық жағдайыңызды нашарлатады. Төлем кестесін жазып, оны ай сайынғы бюджетке енгізіңіз. Бесіншіден, қосымша қарыз алудан аулақ болыңыз. Бір қарызды өтеп жатқанда, жаңа қарыз алудан сақ болыңыз. Қосымша қарыз алу көбінесе ай сайынғы төлемдеріңізді арттырады және қарыз мөлшерін көбейтеді. Қарыздарыңызды біртіндеп қысқартуға күш салыңыз. Сонда қарыздан құтылу оңайырақ болады. Алтыншыдан, қаржылық мақсаттарыңызды белгілеңіз және шығындарды қысқартыңыз. Қарыздан құтылу үшін шығындарды қысқартуға назар аударыңыз. Артық шығындарды азайтып, үнемдеуге бейімделіңіз. Қаржылық мақсаттар қойып, әр жетістігіңізді қадағалаңыз. Әрбір азайған қарыз сізге қаржылық еркіндікке жақындауға көмектеседі. Жетіншіден, қарызды қайта қаржыландыру мүмкіндігін қарастырыңыз. Егер пайыз мөлшерлемесі төмендеп жатса, қарызды қайта қаржыландыру туралы ойлаңыз. Бұл сізге төмен пайыздық мөлшерлеме арқылы қарызды төлеуге мүмкіндік береді. Алайда қайта қаржыландырудың қосымша шығындарын мұқият тексеріп алыңыз. Себебі ол кей жағдайларда тиімсіз болуы мүмкін. Сегізіншіден, қарыздан құтылуды мақсат етіңіз. Қарыздан құтылу ұзақ әрі жоспарлы үрдіс. Қарызыңыз азайған сайын, қаржылық еркіндігіңіз арта түседі. Кішкене болса да жетістігіңізді атап өтіп, алға ұмтылыңыз. Қаржылық еркіндікке қол жеткізу сіздің өміріңізді жеңілдетіп, болашаққа сеніммен қарауға мүмкіндік береді. Қарыз алудағы басты мақсат оны тиімді пайдалану және қарызды басқару арқылы қаржылық тұрақтылыққа жету. Дұрыс жоспарлау, төлем тәртібін сақтау және қарыздарды қайта қаржыландыру сынды қадамдар сізге қарыздан құтылып, қаржылық еркіндікке жетуге көмектеседі. Есіңізде болсын, қарыз жауапкершілік, ал оны дұрыс басқару сіздің қаржылық болашағыңызды кепілі. Достар, осымен видеомыз өз мәресіне жетті. Сіздерге пайдалы ақпаратты бере алдым деп ойлаймын. Менің арнамнан басқа да пайдалы ақпараттарды көре аласыздар. Сіздермен бірге болған доллар кезет арнасы. Видео ұнаса, сіздерге пайдалы болса,
арнаға тіркеліп лайк басып мені қолдап қойыңыздар. Әр қазақ бай қуатты болсын. Келесі кездескенше.